Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіз. Мен сіздерге бүгін арықтауға көмектесетін 5 өнім туралы айтатын боламын. Видеоны соңына дейін қарап лайк басуды ұмытпаңыз. Жүйелі түрде жаттығу жасау мен дұрыс тамақтануды сақтаусыз артық килограммнан арылу мүмкін емес. Алайда мәзіріңізге метаболизмді жақсартатын өнімдердің болуын қадағалау арқылы тиімді арықтауыңызға болады. Солардың тізімін айта кетсек, біріншісі ол әрине авокадо. Біртүрлі естілуі мүмкін, алайда артық майды жағуға бізге жақсы майлар керек. Моно қанықпаған майлар осындай майлар қатарына жатады. Оларды авокадо құрамынан табуға болады. Авокадо құрамындағы инсулиннің босап шығуына баяулатады және кальцийдің сіңуін арттырады. Бұл артық салмақтан арылуға көмектеседі. Тоқтық сезімі жылдам келіп, ұзаққа дейін сақталады. Сондықтан ол артық тамақтанудан сақтайтын болып табылады. Авокадо ең жақсы өнім. Келесі ұсынатын ол көк шай. Метаболизмді жылдамдатудың бір әдісі антиоксиданттарға бай көк шай ішу. Бұл сусынның ағзадағы бос радикалдарды азайтатыны, қатерлі ісіктің алдын алатыны және зат алмасуды ынталандыратыны дәлелденген. Метаболизм жылдамдату үшін 3-4 кесе көк шай ішу арқылы өз салмағыңызды бір қалыпты ұстап тұруыңызға болады. Келесі өнім ол жұмыртқа. Жұмыртқада 9 алмастырылмайтын амин қышқыл, көп қаныққан майлар және көптеген қоректі заттар бар. Күніне 2 жұмыртқа жеу арқылы холестерин деңгейін арттыратыны және артық салмақ тастауға көмектесетіні дәлелденген. Жұмыртқа сіздің ұзаққа дейін тоқ жүруіңізге көмектесетін табиғи өте жақсы өнім. Келесі айтатын ол грейпфрут. Зат алмасу процестерін жылдамдату үшін күнде 1 стакан грейпфрут шырынын бастау ұсынылады. Ол инсулин деңгейін төмендетеді және зат алмасуды жылдамдатады. Бірақ оны аш қарынға ішуге болмайды. Оны таңғы аспен бірге ішсеңіз, сізге пайдасын өте жақсы көрсететін болады. Грейпфрут адам ағзасына өте пайдалы жеміс болып саналады, бірақ біз оны онша пайдалана бермейміз. Келесі айтылатын өнім бұл имбир. Зімбір күшті термогенді әсерге ие. Зімбір қант тамырларын кеңейтеді, қан айналымды жақсартады, ас қорытуды жеделдетеді. Оны тамаққа және сусынға қосқан кезде май 20%-ға жылдам тез ыдырайтын болып табылады. Имбир шайын көп ішсеңіз, сіздің метаболизміңіз жақсаратын болып саналады. Келесіде осындай видео ұнайтын болса, каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз.